бүгін. Қалайсыңдар? Мен сендерге кішігірім видео жіберейін түсіріп. Мына өткенде қазір айтайын деген, мысалы Алматыда эко базарлар бар. Эко магазиндер көп бұл жақта. Себебі көп адамдар правильный питанияда тренажерға барады, фитнеске барады, енді формасын ұстайды көпшілік адамдар. Сондықтан жаңағыдай правильный питанияда, жалпы правильный питанияның өзі денсаулыққа да өте пайдалы. Давлениені көтермейді, сахарды көтермейді, іш құрылысына да өте пайдалы, дұрыс тамақтану. Мына өткендегі алған басмати күріші. Басмати күріші деген бұл гликемический индексі төмен. Бұл жаңағы көмір су төмен ғой енді. Сахарный диабеттерге өте жақсы. Сахарды көтермейді бұл. Қатты көтермейді енді. Сосын мынау таңертең пісірген блины. Бұл жерде 2 жұмыртқа, су, кішкене тұз, 1 қасық қаймақ, сметана, майлылығы төмен 10% сметана, сосын гороховый мука. Содан пісірген блины. Жаңа қолымды сүртіп жіберейін. Мінекей, бұл жаңағы гороховый мукадан пісірілген. Бидай ұны жоқ, ақ ұны жоқ құрамында, қант жоқ құрамында. Тек қана мынада 1-2 таблетка қант алмастырғыш сахарозаменитель қостым. Оливковое масло қостым. 1 қасықтай ма. Сосын мынау бурый рис деген, бурый рис. Тазартылмаған, не шлифованный күріш. Бұны көп жуу керек, қайта-қайта жуып тұру керек, сосын түнде жібітіп қою керек бұны. Бурый рис. Кәдімгі не шлифованный күріш, гликемический индексі төмен бұның да, сахарды қатты көтермейді. Мынау таңертең ашытып қойған батон, цельнозерновая мукадан, мынандай цельнозерновая мука, осыдан ашытып қойған қамыр, нан ғой. Құрамында кішкене тұз, 1 қасықтай оливковое масло, сосын дрожь қосқан жоқпын, закваскаға еледім. Өйткені дрожь жайлап іш құрылысының жұмысын нашарлатады екен. Ал закваска деген ол, закваска іш құрылысының жұмысына қайта жақсы, ешқандай зияны жоқ екен. Ашытқы қамыр ғой, ашытқы қамыр деген сол нағыз бұрын қолданатын сол ашытқы қамыр, закваска дұрыс екен. Сосын мыналар енді нанның бетіне себуге арзан енді мыналар. Семечканың дәні. Мынау зеленый гречканың ұны. Мыналар күріштің ұны. Мынау жаңа басмати күріші. Мынау зеленый гречка. Қоңыр гречка бар ғой, сол термический обработкадан өткен екен. Мыналар нағыз правильный питанияда жүргендерге, сахарный диабеті барларға өте жақсы. Осы бұнда ұзақ жібітіп қою керек екен. Зеленый гречка, не шлифованный. Жаңағы термический обработкадан өтпеген бұлар. Цельнозерновая мука, ржаная мукадан да қолданып, жаңағы нан пісірем, кейде блинчикке қосып жіберем, булочки пісірем кейде. Бұларды жаңағы қаппен алған арзандау болады екен. Мынау гороховая мука. Бұл ең ұндардың ішіндегі ең гликемический индексі төмен, жаңағы сахарды көтермейтін гороховая мука. Ең төмен осы екен, гороховая мука. Сол мында оливковый масло қолданам, шемшік май, маргарин қолданбаймын. Жалпы жылқының майын қолдану керек екен тамаққа. Сосын оливковое масло, сосын гхи майы деген бар, жаңа күйдірілген сары май. Сондай ғана қолдану керек екен ғой. Шемшік май зиян екен. Сол жаңағы сорпа істеймін көбіне.
жаңағы ноқаттан нуттан қазір көрсетейін енді нутты. Нуттан осындай мына кәдімгі палауға қосатын не ғой, осыны түнде жібітіп қойсам, таңертең сорпа қайнатам, түсте обедке пісіп қалады. Көбіне сондай жаңағыдай фасоль, осындай горох, нут, күріш, сондайдан ғана сорпа істеу керек екен. Қамыр лапша істейтін болсақ, мысалы андай цельнозерновая мука, сондайдан ғана қосу керек екен қамырды. Қамырды осылардан жасау керек екен ғой. Сол енді кішкентай кішігірім видео жіберейін сендерге.